Сәлем достар, үй жағдайында жүгеріні қалай тез дайындау тәсілімен бөлісемін. Жүгеріні жақсылап тазалап, жуып, керек емес артық заттарын алып тастап, үй жағдайында жүгеріні дайындау тәсілі жүгеріні суға қайнатпай, оның көп уақыт алатынын бәрімізге белгілі. Яғни жүгеріні тазалап болғаннан кейін бізге керек заттар фольга және сары май. Жүгеріге сармайды жақсылап жағамыз. Оның үстіне тұзды сеуіп, фольгаға ораймыз. 180 градусқа 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Жүгеріні жақсылап сармаймен жағып болғаннан кейін қалауыңызша тұзын салып, оны фольгаға ораймыз. Қызып тұрған духовкаға салып, 180 градуста 30 минутқа жібереміз. Сармайдың арқасында жүгерінің дәмі өте дәмді және жұмсақ болып піседі. Уақыттарыңызды көп алмайды. Көріп тұрғандарыңызда өте ыстық жүгері. Сармайдың арқасында жүгері өте дәмді, сочный болып шығады. Осы тәсілмен дайындап көріңіздер. Сіздердің уақыттарыңызды көп алмайды. Балаларыңызға дайындап ұсынып беріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.